Егер пандемия болмағанда, адамзат қазір осы жылдың шілде-тамыз айларында Жапонияда өтетін 32 жазғы Олимпиаданың ойындарының нәтижелерін қызу талқылайтын еді. Олимпиада ойындары келесі 2021 жылға ауыстырылды. Сонымен, өткен Олимпиадаларға қатысқан теміртаулықтарды еске салайық. Бұл 26 жазғы Олимпиада ойындарының қатысушысы байдаркашы Евгений Егоровтың атаулы төсбелгісі. Төсбелгі алтын түсті металдан жасалған. 5 олимпиадалық сақина мен олимпиадалық отты бейнелейді. Спорттық кәдесыйлар мен кубоктар, медальдарды өндіруші итальянда Джиде Бертони жасаған еді. 26 жазғы Олимпиада 1996 жылы ақштың Атланта қаласында өтті. Бұл жарысқа Евгений Егоровтан басқа Теміртаудың Есу мектебінің өкілдері каноист Сергей Сергеев пен Негодяев Константин қатысты. Айтпақшы, Негодяев жарыста 7-ші орын алып, әлемдік үздік спортшылардың одағына кірді. Теміртаулық ескекшілер көптеген олимпиадаларға қатысты. Бұл Белоногов Владимир, Германович Светлана және Яковлев Владислав. Теміртау жүзу мектебі де жақсы нәтиже көрсетті. Олимпиада ойындарына қатысқан біздің спортшылар: Борисенко Сергей, Советский Александр, Егоров Алексей, Осининский Станислав, Рыжков Евгений, Титаренко Вячеслав, Гордиенко Дмитрий, Кузьмин Станислав. Теміртаулықтар өздерін оқ атудан да жақсы көрсетті. Владимир Вахмянин халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 1992 жылы және 1996 жылы Испания мен ақшта өткен Олимпиада ойындарының 2 мәрте қола жүлдегері атанды. 30 жазғы Олимпиада ойындарының қатысушысы болған теміртаулық дзюдошы Ислам Бозбаевты Теміртаудың атын әлемге паш етті. Бірақ ең жоғарғы нәтижені жерлесіміз ауыр атлет Юрий Зайцев көрсетті. 1976 жылы Монреальдағы 21 жазғы Олимпиада ойындарында ол алтын медальді алған еді. 2021 жылы Жапонияда өтетін Олимпиада ойындарына қатысуға 2 спортшымыз синхронды жүзудің өкілдері апалы-сіңлілі немече Екатерина мен Александр лицензия алды. Қыздардың олимпиадалық тәжірибесі бар. Олар Бразилияда өткен 31 жаздық Олимпиадаға қатысты. Біздің жерлестерімізге жеңіске және ең жоғары спорттық жеңістіктерге жетуді тілейміз.